дара және күрделі сын есімде де дара және күрделі сын есімдер ажыратуды үйренемін дейді. Тақырып бойынша мәтін, мазмұн болжаймын. Қатені табамын және түзеп жазамын дейді. Бірінші жаттығу. Кестедегі сөздерді оқы дейді. Дара сын есім, күрделі сын есім. Дара сын есім деген мына жерде қараңыздар. Ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен, иә? Күрделі сын есім дегеніміз ақ, ала, қара, торы, сары, ала дейді. Бұл жерде сын есімдердің салыстырып, қандай сын есімдер дара, қандай сын есімдер күрделі болатынын өзің айтып көр. Жасаған қорытындыны төмендегі мәліметтермен салыстыр дейді. Қараңыздар, бұл жерде сын есім дара және күрделі болады дейді. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, бір сөзден тұрады, өйткені ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен деген. Ал күрделі сын есім екі, не одан да көп сөздерден тұрады. Мысалы, ақ, сары, ақ, ала, қара, торы, сары, ала деген, иә? Қараңыздар. Дара сын есіміміз бір сөзден тұрады екен, иә? Ал күрделі дегеніміз екі, не одан да көп сөздерден тұрады екен, иә? Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады дейді. Міне, бөлек-бөлек жазылады екен, бірге жазылмайды. Міне, қараңыздар, мынау бөлек, мынау бөлек, мынау бөлек, мынау бөлек тұр, иә? Екінші жаттығу. Тақырып бойынша мәтін, мазмұн болжа, мәтінді тыңда. Бұл жерде қараңыздар. Ең алғашқы ұшу құралы қандай болған? Адам баласы ерте заманнан ақ жан-жағында ұшып жүрген құстарға, аспанда қалықтап жүрген бұлттарға қарап, солар сияқты ұшуды армандаған. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарды. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарған. Қазақ ертегілеріндегі ұшқыш кілем де соның бір көрінісі дейді. Адамдар ең алғаш ұшу құралы ретінде әуе шары ойлап тапқан. Ол ыстық ауамен толтырылған. Сол арқылы көкке көтерілген. Кейіннен дирижабль деп аталатын ұшу құралы жасалды. Ұшу аппараттар туралы энциклопедияны біліп ал дейді. Мәтіннен сын есім тап, дара, күрделі екенін ажырат дейді. Бұл жерде бізде дара сын есім тұр, иә? Бұл жерде дара сын есіміміз ыстық, ұшқыш, ұшу екен, иә? Осы үшеуі дара екен. Дара сын есім екен. Осы ұшу туралы жақсылап энциклопедиядан қарап оқыңыздар, иә? Үшінші жаттығу. Жаңылтпашты қатесін түзеп, көшіріп жаз дейді. Қараңыздар, бұл жерде ұшақ, құсша ұшар. Ұшақ ұшса, ұзақ ұшар. Үсіп қатесіз, үсіп көшіріп жазасыздар. Ұшақ құсша ұшар. Ұшақ ұшса, ұзақ ұшар. Енді бізде төртінші жаттығу. Ребусты шеш дейді. Қарға көріп тұрмыз, лақ көріп тұрмыз. Шешуіндегі сөз сын есім қай түріне жатады? Сол сөзбен сөйлем құрап жаз дейді. Бұл жерде қараңыздар, қарға көріп тұрмыз. Қарғаны екі әріпін сызсаймыз, қар болды. Лақ деген екі шетіндегі әріпін сызсақ, ақ алды. Сөз қарға деген сөз шықты. Бұл дара сын есім екен, бірақ сөзден тұр. Сол кезде қара дара сын есім екен. Менің қара шалбарым бар. Менің қара шалбарым бар. Үстіп жазсақ болады екен, Қарға, қара деп жазсақ та болады екен, Бүгінгі өткен сабағымыз дара және күрделі сын есімдер. Дара сын есім бір сөзден тұрады екен, күрделі сын есім екі, не одан да көп сөздерден тұрады екен. Күрделі сын есіміміз екі, не одан да көп сөзден тұрады, бірақ бөлек жазылады екен, бөлек-бөлек. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.